Енді былай ғой, жаз болса жақындап қалды. Қазір енді міне уже сәуір айына келіп тұрмыз. Біз негізінен енді ауылдың осы 30 мыңнан астам халқы бар. Соны сумен қамтамасыз еткенін дұрыс көреміз. Халықтың судан тармышылық көрмегенін дұрыс көреміз. Қазіргі осы бүгін әлеуметтік желіден оқыдым. Жаңағы МАЭК су, теңіз суы төмен түсіп кетуіне байланысты осы су қиын болады деген жағдайды жазып қойыпты. Сондықтан енді біз бар затымыз ғой, өзіміздің осы 8 құдықты мен көптен ойлап жүредім. Неге бұлар әуелде әкеліп мембранный осмосты әкеліп бұл суды тұштамыз деп қосты. Енді одан шыққан суды, ол су дұрыс емес екен. Мына жерде лас сулармен қосылып кеткен екен дейді. Енді ол лас сумен қосылып кетті екен дейін десең, осы жағадағы үйлердің барлығы су сатып отыр. Мына жердегі осы бізге жақын орналасқан шетелдік жаңағы мұнай қазатын компаниялар бар, солардың барлығы осы жерден су сатып алып отыр деп осы хабарлама естіп жатырмыз халықтан. Мына жағымыз тұнып тұрған түгел теплицалар, сонда соларға су сатылып жатыр дейді. Осы жерден беріліп жатыр, сол жерден дейді. Сонда біз осы өзіміздің жерімізде бар суды өзімізге жетпейді, халқымыз жаз бойына сусыз отырады айқайлап. Енді МАЭК бізді сумен қамтамасыз етеді деп айта алмаймын. Мына жерден Оза дейтін завод ашылды. Бұл заводқа да көп сенім жоқ. Егер тіпті сенім болған жағдайдың өзінде де ол қаланы обеспечить ету керек деп ойлаймын. Қалаға кетеді дейді, 20 мың куб су шығарады бір күнге дейді, суткісіне. Оны енді бізге қанша көмегі болады білмеймін. Қазіргі кезде бір аура осы Сайын ауылын қамтамасыз етіп тұрған осы мына 8 құдық не себепті тоқтап қалды? Соны жаңағы СС-тің келген бізге қолымызда сараптама бар деп сөйлейді. Ол сараптаманы мен көрдім, Кыргызстанның басшысынан алдым қолыма. Ол жерде су дистиллят, сондықтан біз оны пайдалануға болмайды деп отырмыз дейді. Негізінде дұрыс маман болатын болса, судың маманы болатын болса, осы жерде суды бөлген кезде сол мембранный осмостан шығатыны тұщытылған пермият дейді де, ащысын концентрат дейді. Сол концентратын азайтыңқырап кішкене жіберсе, мүмкін сол су көбірек шығуы да мүмкін. Тұздылығы адамға жарамды болуы мүмкін деймін. Сондықтан бұл жерде маман жұмыс жасамағандықтан осындай дәрежеге жеткен сияқты осы 8 құдықтың жағдайы. Сосын мына жерде су сатып отырғандықтан ол 8 құдық біреулерге кері әсерін тигізіп тұр ма деген сияқты ойлар келіп тұр да. Сол мен ол 8 құдықтың жұмыс жасап халыққа қызмет еткен дұрыс деп ойлаймын. Бар затымызды өзіміз сол қатарға қосуымыз керек деп. Әлеуметтік желіде бұл бірнеше рет көтерілді. Ешқандай мен оған жаңағы кері байланыс болып, ол солай еді деп жауап беріп жатқан нені көргенім жоқ. Жиында да барлығында да осы су жетіспейді, судың бағасының өсіп кетуіне байланысты, субсидияның дұрыс есептелмеуіне байланысты барлығын көтеріп келе жатырмын. Осы халықтың ортасында халықпен бірге осы вопростарды көтеріп жүрмін. Бірақ соның шешіліп, осы бір дұрыс жолға қойылып кетіп жатқанын көріп жатқаным жоқ. Қанша сол тексеріліп, сол жаңағы осы үкіметтік орындардан да тексеріп, соның дұрыс емес екендігін дәлелдеп берген жағдайда да ол қатарға қосылып, сондай қайтадан орнына келіп жатқан ештеңе де жоқ. Бәрі сол күйінде баяғы жартас бір жартас, айтасың қаласың. Ол жиналыс болып жатыр ғой, ол жиналыстан ешқандай шешіліп жатқан жоқ. Мен сол басшылар осы ел үшін қызмет қылып, сол халық үшін болсыншы деп қызмет қылып жатқанын көріп отырғаным жоқ. Ешқандай да көңілім толмайды әкімдердің жұмысына. Ауылыңда, ауданыңда, облысыңда. Халықтың өкілі болып, халықтың атынан келіп тұрғаннан кейін менің айтарым, халықтың жазда судан тарықпағаны, ішетін суының болғаны, халықтың жағдайының болғаны, біздің бәрі көтеріп жүргеніміз сол ғой енді. Тоғы, суы, жаңа қоқысы орнымен төгіліп, жағдайы болса, халықтың көп осы айқай-шу шығаратын жөні жоқ, отырады ғой жөніне. Ең басты мәселе газ, су, тоқ, қоқыс қой. Басқаға көп несі жоқ халықтың. Күшейе беретін себебі осы жағалай отырып су сатып отыр да, ол суды сатуға ұлықсат бар ма? Мәселе сонда. Ол құдықтарға кім ұлықсат беріп қойып отыр? Мәселе. Жердегі лас сумен араласса, ол сулар сатылмайды ғой, мына жердегі сулар. Өтірік деп есептеймін. Бұл жерде барлығы біріне бір жалғасады. Бірінен бірі тіпті оның шеті жоқ. Бір затты көтерсең, кете береді, оны сосын уже соңында шаршап халықтың өзі қояды. Барлығына да хабарластық. Осы бір судың бағасының қымбат түсіп кеткенін мына тексеру комиссиясы барлығын есептеп шығарып берді бізге. Субсидияның да желініп отырғанын, қаншама тоқтан ақшаның желініп отырғанын,
расход жаңағы есепсіз шығын дейді ғой, соның болып жатқан барлығын шығарып берді. Біз оны жаңағы жоғары агенттікке де жаздық, сыбайлас жемқорлықтың, олар мында сыбайлас жемқорлықтың департаментіне жіберді. Баға көтерілетін кезде ұлттық табиғи не бар ғой, жаңағы монополияны реттеу комитеті, оған да жаздық, олар да дұрыс, иә, бізден ошибка кетті, олар дұрыс бізге есеп бермеді дейді. 164 мың ба, бір 200 мыңның айналасында штраф салып қойған, сонымен барлығы жабылып, іс жабылып қалды.